Бүгінгі тақырыбымыз дауыссыз дыбыстар. Дауыссыз дыбыстар өкпеден шығатын ауаның кедергіге ұшырауынан пайда болады. Дауысты дыбыстар таза үннен жасалса, дауыссыздарда салдыр басым болады. Қазақ тіліндегі дауыссыз дыбыстар саны 25, оның 19-ы төл дауыссыз дыбыстар. Қазақ тіліндегі дауыссыз дыбыстар үн мен салдырдың қатысына қарай қатаң, ұяң, үнді болып үш топқа жіктеледі. Қатаң дауыссыз дыбыстар таза салдырдан тұрады. Ұяң үннен салдыр басым болады. Үнді дауыссыз дыбыстарда салдырдан үн басым болып келеді. Ұяң дауыссыз дыбыстарды әліпбидің алғашқы 7 дауыссыз дыбысы құрайды. Олар Б, В, Г, Ғ, Д, Ж, З. Әрбір ұяң дауыссыз дыбыстың қатаң дауыссыздан жұбы болады. Олардың жасалу жолы бір-біріне ұқсас. Оларды жұп құрайтын дыбыстар деп атаймыз. Жұп құрайтын дыбыстар Б, П, В, Ф, Г, К, Ғ, Қ, Д, Т, Ж, Ш және З, С. Дауыссыз дыбыстардың жазылу ерекшеліктері. Қазақ сөздері Б, В, Г, Д, Ш дыбыстарына аяқталмайды. Бұлар орыс тілінен енген сөздерде ғана жазылады. Мысалы, актив, клуб, отряд. Сөз Б, В, Г, Д, Ш әріптеріне аяқталса, қосымша қатаң дыбыстан басталады. Мысалы, педагог ке, велосипед тің. Қ, К, П дыбысына аяқталатын сөздерге дауысты дыбыстан басталатын қосымша жалғанғанда қатаң дыбыстар ұяңданып кетеді. Мысалы, кітап, кітабы, қасық, қасығы, көйлек, көйлегі. Х әрпі жазылатын сөздер қазақ тілінде көп емес. Одағай мен араб парсы тілінен енген сөздерде кездеседі. Мысалы, жиһаз, гаухар, қаһар, қаһарман, ух. Ш әрпі қазақ тілінің екі сөзінде ғана жазылады. Олар ащы, тұщы. Егер түбір сөз С, З дыбыстарына аяқталып, оған Ш дыбысынан басталатын қосымша жалғанса, сөз түбірі сақталады. Мысалы, кесші, басшы. Қазақ тілінде ың, х дыбыстары сөз басында жазылмайды. Мысалы, қаһар, аң, ін, тің, айдаһар, жауһар сияқты сөздер. Егер сөз қысқа и әрпіне аяқталатын етістікке тұйық етістік қосымшасы жалғанғанда ю болып жазылады. Мысалы, тою, қою, жаю және сою. Қысқа и әрпіне аяқталатын етістікке а көсемшесі жалғанғанда я болып жазылады. Мысалы, жой, жоя, жай, жая. Х әрпі орыс және араб парсы тілдерінен енген сөздерде кездеседі. Мысалы,
химия, архив, цех, имтихан, хат, тарих, хал, намазхана.